Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары. Аптаның басты оқиғалары туралы мен Асхат Рамазанов айтып беремін. Атырауда Өзен-Атырау-Самара мұнай құбырының жаңа учаскелерін қосу жұмыстары аяқталды. Күрделі жөндеу арнайы жоспарға сәйкес жүргізілді. Атырау мұнай құбыры басқармасында Өзен-Атырау-Самара магистральды мұнай құбырының 1173 шақырымында жаңадан салынған 782 метр құбыр учаскесін қайта қосу жұмыстары сәтті аяқталды. Құбырға күрделі жөндеу жұмыстары арнайы жоспарға сай жүргізіліп отыр. Құбыр желісін ауыстырып қосуға жоспарланған 63 сағат 30 минут ішінде барлық жұмыс аяқталды. Құбыр учаскесін қосуға 150 адам, оның ішінде 133 маман компания қызметкерлері, 17 қызметкер мердігер ұйымдардан қатысты. 53 арнайы техника тартылды. Магистральды мұнай құбыры бойындағы учаскенің құбырын ауыстыру жұмыстарына Павлодар мұнай құбыры басқармасы техникалық қолдау көрсетіп, тапсырылған жұмыс көлемін толық атқарып шықты. Жаңадан салынған құбырларды қосу жұмысының барысымен Қазтрансойл акционерлік қоғамы бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Темірхан Абдиев танысып, атқарылған жұмыстың сапасына назар салды. Атырау қаласындағы Жылой ауданы мен Теңіз Вақталық поселкесін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жалғасуда. Толығырақ келесі сюжетте. Магистральды су ағызғысы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Құлсары су тазарту қондырғысы Астрахань Маңғышлақ магистральды су құбырынан нөмірі 8-ші су сорғы станциясы арқылы тартылған суды Жылой ауданындағы тұрғындар мен әлеуметтік шаруашылық нысандарға ауыз су ретінде тазартып береді. Тәулігіне жалпы есеппен Құлсары қаласы мен Теңіз Вақталық поселкесіне 21 мың текше метр тазартылған ауыз су жіберіледі. Ауыз су дайындау үшін адам ағзасы қабылдайтындай су залалсыздандыруы тиіс. Сондықтан да Құлсары су тазарту құрылғысына келетін су алдымен сүзгіден өтіп тазартылады. Мына келіп тұрған ВНС-8-ден келген технический суды біздер осы 12 фильтрмен тазалап, санитарлық, эпидемиологиялық талаптарына сәйкес келтіреміз. Сосын осы су қазандарға барып стойда тұрады. Артынан енді тұтынушыға жеткіземіз. Сағатына әрбір фильтр 200 куб су тазаланады. Тазартылып шыққан су қазандықтарға жиналады. Жиналған су Құлсары қаласы мен Теңіз Вақталық поселкесін ауыз сумен толық қамтамасыз етуге жеткілікті. Су сүзгіштен өтіп, коагуляциядан өтіп, залалсыздандырып, мына 5 қазанға сыйымдылығы 25 мың куб сорғы арқылы Құлсары Жылой су арнасына су жеткіземіз. Тәулігіне 11 мың текше метр, және де Теңіз Вақталық поселкеге тәулігіне 10 мың текше метр су жеткіземіз. Су тазарту процесінде суды сүзгіден өткізу, тұндыру мен арнайы залалсыздандыру, қоспалар мен араластыру барысының барлық сатысында зертханалық талдау жүргізіліп отырады. Яғни су тазарту қондырғысына келген судың тазартылу процестерінде зертханалық талдаумен сүйемелденеді. Себебі ауыз су тұтынушыға таза да залалсыз жеткізілуі тиіс. Келіп жатқан су өзі су тазарту құрылғысының ішіне кіргеннен кейін 4 тазалау жолынан өтеді. Сепараторға дейін, сепаратордан кейін қазанға дейінгі су және қазаннан шыққан су болып бөлінеді. Бұл суларға су талабына сәйкес химиялық, микробиологиялық, органолептикалық талдаулар жүргізіледі. Осылайша Құлсары су тазарту қондырғысы жылына орта есеппен 8 миллионға жоқ текше метр суды тазартып, Құлсары қаласы мен Теңіз поселкесін ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Бұл халық көп шоғырланған аудан орталығы мен елдің экономикалық күретамыры орналасқан теңіз кеніші үшін өте маңызды болмақ. Нұрлыбек Изатов, Мұрат Уақпаев, корпоративтік телеарнасы үшін Атырау облысы Жылой ауданынан. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес Қазтрансойл акционерлік қоғамындағы бейбіт жағдайдан әскери жағдайға көшу бойынша оқу жаттығулар өткізілді. Аталған штаттық жаттығуға Атырау, Ақтөбе, Жезқазған, Шымкент мұнай құбыры басқармалары, Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы қатысып, орталық аппараттан онлайн басқарылып отырылды. Төтенше жағдайдың салдарынан Атырау мұнай құбыры басқармасы Тарас Қасымов атындағы мұнай айдау станциясынан Шолаққорған бас мұнай айдау станциясы арқылы Петроқазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне мұнай айдау ұйымдастырылады. Шолаққорған бас мұнай айдау станциясында Қазтрансойл өндірістік бекеттерінің бейбіт жағдайдан соғыс жағдайына көшу кезеңдегі жұмыскерлердің іс-әрекеті тақырыбында штаттық жаттығулар өтті. Бұл жаттығудың мақсаты азаматтық қорғау іс-шараларын ұйымдастыру, жүргізу, қызметкерлер арасындағы шығындарды болдырмау және азайту.
білімдері мен дағдыларын меңгеру. Жаттығу барысында авариялық құтқару қызметі үйінділерде іздеу құтқару жұмыстарын жүргізді. Орын алған өрт ошақтарын мемлекеттік емес өртке қарсы қызметі жойып, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Мұнайдың төгілуін тоқтатып, басқа да объектілерге таралудың алдын алды. Бұзылған байланыс желілері қалпына келтірілді. Жаттығу соңында азаматтық қорғаныс күштерінің төтенше жағдайлардың салдарын жоюға арналған дайындығына оң баға берілді. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Алматыдағы Киоджи 2024-29 халықаралық көрмесіне қатысты. Қазтрансойл акционерлік қоғамы 29-шы халықаралық Киоге көрмесіне қатысты. Ұйымдастырушылардың ақпаратына сүйенсек, оған биыл әлемнің 19 елінен 380 компания қатысқан. Ол рекордты көрсеткіш. Қазтрансойл акционерлік қоғамы көрмесі дәстүрлі түрде Қазмұнайгаз компаниялар тобының бірыңғай стенді аясында жұрт назарына ұсынылды. Көрмеге қатысушылар мұнай тасымалдау компаниясының мамандарымен кездесіп, Қазтрансойл акционерлік қоғамы қызметі туралы сұрақтарын қойып, ынтымақтастық жайлы ұсыныстарды талқылауға мүмкіндік алды. Киоге көрмесі қатысушылар мен келушілер үшін жергілікті және шетел нарығында мұнай және газ саласының сенімді дамуына бағытталған стратегиялар, бірегей технологиялар, озық тәжірибелермен алмасу алаңына айналды. Биыл сонымен қатар көрмеде семинар алаңы ұйымдастырылды. Онда қатысушы компаниялар мұнай және газ саласының мамандары үшін бірқатар оқу семинарларын өткізді. Светлана Дронина, Айсамал Абылхан, Мұрат Уақбаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін Алматыдан. АЭС салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб мүшелері Қазтрансойл акционерлік қоғамының қызметкерлерімен кездесті. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары аясында АЭС салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб Қазтрансойл акционерлік қоғамы қызметкерлерімен кездесуге келді. Жиынға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Марат Башимов, Қазақстан халық партиясы, Аманат партиясы өкілдері және де Қазақстандық атом электр станциялары, Астана РЭК ұйымдарының өкілдері қатысты. Жұмыскерлермен кездесуге келген халықтық штаб өкілдері АЭС құрылысының артықшылықтары туралы айтып берді. Жиынға қатысушылар болса, штаб мүшелерімен маңызды жобаны іске асыру барысында қатысты ойлармен сұрақтарын қойды. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда АЭС құрылысы бойынша республикалық референдум 6 қазанда өтеді. Айсамал Абылхан, Мұрат Уақбаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін. Осы аптаға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Амандықпен жүздескенше сау болыңыз.